Алла субханала тағала Құран кәрімде ақыл иелері деп белгілі сипаттар бойында табылған пенделерді бізге баяндап берді. Инна фи халқис самауати вал арди ва ихтилафил лайли ван нахари ла аятин ли улил албаб. Аспан жердің жаратылуында, күн мен түннің ауысуында ақыл иелері үшін анық белгілер бар деді. Ақыл иелері кімдер? Алла субханала тағала бізге олардың сипатын баяндап беріп жатыр. Аллазина язкурун Аллаха қияма ва қууда ва аля джунубихим. Олар жатса да, отырса да, тұрса да Алла тағаланы зікір етеді деді. Яғни әлгі ақыл иелері аспан жердің жаратылысына қараған кезде әсер ала алатын, әсерленетін, имандары күшейетін ақыл иелері, олар әрдайым Алла тағаланың зікірінде болған адамдар. Яғни адам әрдайым Алла тағаланың зікірінде болатын болса, жүрегі Алла деп соғып тұрса, тілінде әрдайым Алланың сөзі болса, ол адамның бүкіл болмысы Алла тағаланы зікір етеді. Ол адамға Алла тағала өзінің жаратылысының сырын ашады. Ол адам әр нәрседе Алла тағаланың құдіретін көріп тұрады. Құранда Алла субханала тағала ма мин шайин юсаббиху бихамдиллах, мынау жаратылыстағы барлық нәрсе Алланы ұлықтап, тәсбих айтып тұр дейді. Ол сол тәсбихтерді сезінеді. Әрбір затта, әрбір жаратылыста Алланың ұлықтығын сезінетін сондай деңгейге жетеді. Міне солар шынайы ақыл иелері. Олардың негізгі сипаты, олар әрдайым Алла тағаланың зікірінде жүреді. Құранда Алла субханала тағала тағы айтады: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Намазды тамамдаған соң тұрған халдеріңде, отырған халдеріңде, жатқан халдеріңде Алла тағаланы еске алыңдар, Алла тағаланы зікір етіңдер деді. Яғни намаздан кейін және басқа уақытта да әрдайым адам Алла тағаланың зікірінде болуы қажет. Ибн Аббас радиаллаху анхума осы аяттың тәфсірінде әй биллейли уан нахар фил барри вал бахр, яғни күнде де түнде де, құрғақта да теңізде де, уассафари вал хадар, сапарда болғанда да, тұрақты үйде болғанда да, вал ғина вал фақр, байлықта болған кезде де, кедейлікте болған кезде де, вал марады вал сихха, ауру болсаң да, сау болсаң да, уассирри вал алания, және жеке болған кезде де, әшкере және жасырын. Яғни әр уақытта Алла тағаланың зікірінде болыңдар дейді. Күнде де, түнде де, теңізде боласың ба, құрғақ жерде боласың ба, сапарда боласың ба, үйіңде боласың ба, аурусың ба, саусың ба, байсың ба, кедейсің бе, әр уақытта адам Алла тағаланың зікірінде болуы қажет. Әрдайым Алла тағаланың зікірінде болуы керек.